20 қыркүйек күні Алматыны әнмен тербеп, күймен көмкереміз. 4-ші Еуразиялық музыкалық сыйлықтың егерлерін марапаттауға арналған шоу-концертін ұйымдастырушылар осылай деп уәде беріп отыр. Негізгі шара сол күні Алматының халықаралық сұңқар шаңғы трамплині кешенінде өтпек. Жалпы сыйлықтың бекітілген ережесіне сәйкес, әрбір 10 номинация бойынша 3 үздік жеңімпаз қатысады. Біріншісі Музон телеарнасының сайты арқылы дауыс беру 30 маусымда, екіншісі ұялы байланыс телефоны бойынша дауыс беру 31 тамызда аяқталған. Ал үшінші қорытынды этапта кімнің жеңіске жететінін қазылар алқасы шешеді. На этой неделе у нас заполнение листов. Қазір тізімдерді толтыру басталды. Мына статуэтканы кім ұтып алатынын осы аптада сараптау комиссиясы анықтайтын болады. Мұны бізге арнайы Ласвит компаниясы дайындап шығарды. Бүгін ғана Чехиядан жеткізілді. Жексенбі күні Еуразиялық музыкалық сыйлықты кімнің ұтып алғаны белгілі болады. Биылғы жылғы байқауда үздік орындаушы, үздік ерлер және үздік қыздар тобы, үздік әнші, үздік ән, бейне баян, үздік ұжым және үздік дуэт сынды басты 10 номинациядан бөлек интернеттің таңдауы және So Good қосымша категориялары бойынша жеңімпаздар жарияланады. Фестивальдің негізгі қонақтары ретінде ресейлік Инь-Янь және Серебро топтары, өзбек әншісі Шахзод және Евровидение байқауына қатысқан Израильдің танымал әншісі Эдди Батлер келеді. Айта кететін бір жайт, аталмыш шараның басты аспектісі фестиваль жеңімпазын марқұм Батырхан Шөкеновтің атынан арнайы сыймен марапаттау. 2013 жылы атаңызға айналған танымал әнші екінші Еуразиялық музыкалық сыйлығының Еуразияның ең үздік әртісі егері атанған болатын.